сәлеметсіздер ме оқушылар және де ата-аналар. Бүгін біз 77-ші сабақтың есептер шығару тақырыбындағы тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Бізде бірінші тапсырмада сырым ата-анасымен бірге саяхатқа жиналды. Олар өздерімен бірге сол аймақтың планы мен өлшеуге арналған құралдарын алды дейді. Яғни план дегеніміз мынау. Астындағы сұрақтарға назар аударамыз. Олар планға мәшинемен жүретін жолдарды кесінділермен белгіледі. Мінекей мына бірінші кесінді, одан кейін екінші кесінді. Қызыл көлік және сары көлік. Көк кесінділердің дейді және қызыл кесінділердің ұзындықтарының қосындысын тап дейді. Ұзындық деп отырғанымыз міне жүріп өткен кесінділерінің ұзындығын айтып тұр. Қазір енді біз көк кесіндінің жүріп өткен жолын табамыз. 5 сантиметр қосылған мінекей 5 сантиметр, 4 сантиметр және 1 сантиметрді қосамыз. Жауабы бізде тең 10 сантиметр болады. Ал қызыл кесінді бізде 10 сантиметр, 8 сантиметр және 2 сантиметр. Барлығын бір-біріне қосамыз. Жауабы бізде 20 сантиметр. Яғни көк кесіндімізде 10 сантиметр болса, қызыл кесіндімізде 20 сантиметр болады. Және осының ұзындықтарын біз мына тапсырмадағы астындағы есепке жазатын боламыз. Қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр дейді. Дәл қазір біз мына қысқаша жазылған берілген шарттарына сандарды қойып, мына сандарды астына шешумен жауабын бірге табатын боламыз. Қызылдікі бізде 20 сантиметр болды. Көк кесіндінікі 10 сантиметр болды. Яғни бізге барлығын табу керек. Барлығын табатын кезде біз сандарды бір-біріне қосамыз. Шешуі 20 мен 10-ның қосындысы бізде 30 сантиметр. Жауабына жазамыз. Барлығы 30 сантиметр деп. Енді келесі бізде қызылымызды белгісіз деп берген, ал көгіміз бізде 10. Барлығы бізде белгілі 30 сантиметр шықты. Енді біз бұның шешуін қалай табамыз? Шешуі деп жазамыз. Мен қысқартып жазам. Осы жерде барлығы белгілі, бірақ қызыл кесіндінікі белгісіз болатын болса, біз не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 30-дан 10-ды азайтсақ, 30 пен 10-ның айырмасы 20-ға тең. Жауабы бізде болады 20 қызыл кесіндіден қызыл 20 деп жазамыз. Келесі енді бізде үшінші есепті шығару үшін қызылға бізде белгілі 20 болып еді, ал көгімізде бізде белгісіз деген. Барлығында бізде 30 шыққан болатын. Енді осыны біз шешуіміз үшін шешуінде бізде екінші заттың несі саны белгісіз болатын болса, біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 30 пен 20-ның айырмасы 10 сантиметрге тең. Жауабына біз сұрағын көшіріп жазамыз кіші әріппен. Көк бізде 10 сантиметр. Сол кезде бізде мынау ұзындықтары, кесіндінің ұзындықтары шығады. Келесі бізде екінші тапсырма, есептерді оқып, оларды салыстыр дейді. Есептерге қысқаша жазылуын таңда, олардың біреуін жазып шығар дейді. Бізде А нұсқасын оқимыз. Әкем ұзындығы 2 дециметр, көк кесінді, одан 1 дециметр ұзын қызыл кесінді сызды дейді. Қызыл кесіндінің ұзындығы қанша? Яғни біз бұл жерде белгілі сандарды анықтап аламыз. 2 саны белгілі, 2 дециметр және 1 дециметр белгілі. Бірақ оны ұзын деп алған. Біз 2 дециметр ненің саны? Көк кесіндінің саны, ал 1 дециметр ұзын ол қызыл кесіндінің саны. Ал біз енді нені табу керек? Қызыл кесіндінің ұзындығын табуымыз керек. Ұзындығы қанша деп сұрап тұр. Яғни бізде қызыл кесіндінің ұзындығы белгісіз, бірақ 1 дециметр ұзын дейді көкке қарағанда. Бізде бұл жерде ұзын деген екі жерде бар. Мына жерде ұзынды белгісіз деген, ал екінші жерде орын қалдырған, яғни сан жазуға болады. Бізде нешеге ұзын екені белгілі, сондықтан бізге А нұсқасы мына үшіншісі болады. Енді есептің шартын құрастырамыз. Бізде А нұсқасының белгілісі көк кесінді. Үлкен әріппен жазамыз. Көк кесінді, көк деп жазамыз. 2 дециметр. Ал қызыл бізде не болды? Белгісіз. Қызыл бізде белгісіз, бірақ 1 дециметрге ұзын. Енді біз шешуін табатын кезінде бізде ұзындығы белгілі, ал екінші қызыл кесіндіміз белгісіз болатын болса, біз сандарды ұзын, яғни көбірек деген сөз, сондықтан біз сандарды бір-біріне қосамыз. 2 мен 1-дің қосындысы 3 дециметр. Жауабына біз сұрағын көшіріп жазамыз. Қызыл кесінді 3 дециметр деп. Сонымен бізде бірінші А нұсқасы жауабы шықты. Енді А нұсқасындағы тапсырманы орындаймыз. Берілгенін оқимыз. Әкем ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді дейді. Одан 1 дециметр қысқа көк кесінді сызды. Көк кесіндінің ұзындығы қанша дейді. Бізде тағы да белгілі 3 дециметр және 1 дециметр қысқа деп тұр. Ал сұрағы бізде көк кесіндінің ұзындығы қанша? Яғни бізде 3 дециметріміз ол ненің саны? Қызыл кесіндінің саны, ал 1 дециметр қысқа ол көк кесіндінің саны. 1 дециметрге қысқа, яғни қызылға қарағанда деп тұр. Ал өзі бірақ белгісіз. Олай болса біз есептің шартын құрастырамыз. Бізде бірінші сан емес, сөзді көшіріп аламыз. Қызыл
кесінді бізде 3 дециметр, ал көк кесінді бізде белгісіз, бірақ 1 дециметрге қысқа дегеніміз кем деген сөз ғой. Ал енді шешуін табатын болсақ, бізде нешеге қысқа екені белгілі, ал екінші көгіміз белгісіз. Олай болатын болса, бізде қысқа десе, біз сандарды үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 3 пен 1-дің айырмасы 2-ге тең, яғни жақшаның ішіне дециметр деп жазып қоямыз. Ол көк кесіндінің жауабы 2 дециметр шықты деген сөз. Бізде жауабына сұрағын көшіріп жазамыз кіші әріппен. Көк кесінді, бұл жерде жауабына қысқартпай, осылай ұзынынан жазамыз, ұзағынан 2 дециметр. Бізде бұл қай қысқаша шарты, яғни біріншісі емес, екіншісі бұл А нұсқасынікі. Соңғысы бұл бізде Б нұсқасынікі. Енді есепті Б нұсқасын шығаратын боламыз. Әкем ұзындығы 2 дециметр көк кесінді, ұзындығы 3 дециметр қызыл кесінді сызды. Көк кесіндіге қарағанда қызыл кесінді неше сантиметрге ұзын дейді. Біз тағы да санды белгілеп аламыз. 2 дециметр және бізде 3 дециметр бар. Бұлар ненің саны? 2 дециметр ол көк кесіндінің саны, 3 дециметр ол қызыл кесінді. Яғни екеуі де бізде белгілі. Жазамыз. Көк бізде 2 дециметр, ал қызыл кесінді бізде 3 дециметр. Енді бізде көк кесіндіге қарағанда дейді, мынаған қарағанда қызыл кесінді неше сантиметрге ұзын, нешеге ұзын деп сұрап тұр. Онда біз сызықты мына кесіндіден көк кесіндіге қаратып сызып қоямыз. Енді біз шешуін табатын болсақ, бізде нешеге ұзын екені белгісіз. Біз не істейміз? Оның нешеге ұзын екенін табу үшін біз керісінше үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 3 пен 2-ның айырмасы бізде 1 дециметр шығады. Сонда жауабына жазамыз 1 дециметрге ұзын деп жазамыз. Бізде осымен екінші тапсырманың шешумен жауабын таптық. Келесі бізде үшінші тапсырма, бос орындарға тиісті амалдар таңдасын, ата қалай пайымдағаныңды түсіндір дейді. Яғни біздерде өлшем бірліктері берілген, жауабымен берілген, біз бұл жерге қосу, азайту таңбаларын қоюымыз керек. 4 пен 1-дің, яғни айырмасы бізде 3-ге тең болады, ал қосындысы 5-ге тең болады. Дәл осылай тексере отырып, оқушылар шығарады. 1 мен 2-ні бір-біріне қосқан кезінде 3 шығады. Яғни өлшем бірліктерін айтып отырады. 1 сантиметр қосылған 2 сантиметр тең 3 сантиметр. Келесі 40 сантиметр мен 10 сантиметрдің қосындысы 50 сантиметр. 3 дециметр мен 1 дециметрдің айырмасы 2 дециметр. 9 дециметр мен 1 дециметрдің айырмасы 8 дециметрге тең. 40 сантиметр мен 10 сантиметрдің айырмасы 30 сантиметрге тең деп дәл осылай математикалық тілмен балалар шығаратын болады. Келесі бізде 4-ші тапсырма, есепті шығар. Автокөлік 1 сағат жолға 10 литр жанармай жұмсады дейді. Жанармай осындай мөлшерде жұмсалатын болса, 2, 3, 4 сағатқа неше литр жанармай қажет дейді. Бізде 1 сағатқа 10 литр жұмсайтын болса, 2 сағатымызға неше литр жұмсайды? Яғни бізге тағы да 10 литр қажет болады. Олай болса, 10-ға біз 10-ды қосатын болсақ, 20 литр болады. Келесі 3 сағатта бізде 3 сағатқа 10 литр жанармай сияқты тағы 3-еуі керек. Олай болатын болса, 10-ды өзіне 3 рет қосады. Бізде шығады жауабы 30 литр. Соңғы 4 сағатқа 10-ды өзіне 4 рет қосады. Сонда жауабы шығады 40 литр. Балалар осылай санды 10 литрді, белгілі санды 10 литрді өзіне неше сағат берілсе, сонша рет қосу арқылы шығаратын болады.